Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы жылқының трипаносомоздары. Трипаносомоздар дегеніміз не? Жіпшелі қарапайымдылар тудыратын ауруларға жатады. Жануарлар мен адамдардың бір жіпшелі трипаносома туысына жататын қарапайымдылар тудыратын жіті және созылмалы түрде өтетін протозоидтық аурулар. Қазақстан территориясында кеңінен таралған. Яғни жылқының кеңкесін трипаносома деп атаймыз. Трипаносома тақ тұяқты жануарлардың бір жіпшелі қарапайым трипаносома эквипердум тудыратын ауру. Ауру жыныс мүшелерінің және нерв жүйесінің зақымдануымен сипатталады. Қоздырғышында трипаносома эквипердум ұзындығы 28 микрометр, ені 2,16 микрометр. Трипаносомалар жылқының жыныс мүшелерінің кілеге қабықтарында өсіп жетіледі. Олар екі немесе көп бөліктерге бөлініп арқылы көбейеді. Қоздырғышының айырмашылығы зертханалық жануарларға, яғни ақ тышқанға, теңіз шошқаларына тағы да басқа жұқпайды. Микроскоптан қарағандағы көрінісі суретте трипаносома қоздырғыштары. Эпистологиялық мәліметтерінде кейінгі Орта Азия мемлекеттері мен Қазақстанда кездеседі. Яғни Сабаншиев ғалымның зерттеулері бойынша жылқының трипаносомозға шалдығуы Қазақстанның оңтүстік шығыс және солтүстік орталық аймақтарында 46,7% зақымдалады. Ауруды күйік кезінде ауырған айғырлар мен биелер таратады. Ауру малдан сау малға жыныстық жолмен жұғады. Немесе қолдан ұрықтандырған кезде шәуіт арқылы ауру қоздырғыштарымен зақымдалған болса, сау малға шәуіт арқылы жұғады. Қоздырушы стерилденбеген акушерлік, хирургиялық басқа құрал жабдықтар арқылы да беріліп жатады. Асыл тұқымды жылқыларда ауру өте ауыр түрде өтеді, табындағы жылқылар жеңіл түрде ауырып, ауру белгілері кей кезде байқалмайды. Патогенезінде жыныстық қатынас кезінде жылқы трипаносомозбен дерттенеді. Алғашқы кезінде трипаносомалар жыныс мүшелерінің кілеге қабықтарында көбейіп, оларды қабындырады, кейін қанға еніп, ішкі органдарға енеді. Трипаносомалардың, яғни эритроциттерді гемолизге ұшыратады, қан тамырларының қабырғасын бұзады, ішкі органдарда және нерв жүйелерінде дегенеративті, яғни азғындау процестерін тудырады. Ауру белгілері қалай өтеді? Ауру белгілері, яғни жасырын кезеңі 2-3 ай, ауру 3 сатыдан өтеді. Бірінші сатысында жыныс мүшелерінің қабынуы, айғырлардың ұмасы сінеді, жыныс мүшелері сінеді. Яғни жыныс мүшелерінің кілеге қабықтарында терісінде түйіршіктер пайда болады, олар жараларға айналады. Жаралар жазылғанда орнында ақ дақтар қалады. Биенің қынабынан түссіз кілеге немесе сарғыш қызғылт сұйық ағады, малдардың жалпы күйлері төмендейді, дене қызуы көтеріліп, мал азайды. Аурудың бірінші сатысы 1 айға дейін созылады. Ал екінші сатысында ауру малының терісі қабынады, жылқының кеудесінің, ішінің, бүйір жақтарында, жауырын терісінде дөңгелек мөлшерлері 20 сантиметрдей ісік пайда болады. Бұл ісіктер тез жоғалып кетеді, тәбеті сақталмағанымен мал арықтайды, буаз биелер іш тастау болады. Үшінші сатысында бет жүйесінің зақымдалуы, бір жақ құлағы мен ерні қисайып салбырайды, жауырының және сирақтарының бұлшық еттері семіп, мал жүре алмай ақсақтайды, шоқиып отырып қалады кей кезде. Жылдам көтерем болады, жалпы салдану пайда болып, өлімге әкелу мүмкін. Жарқ сою кезінде патологоанатомиялық өзгерістерде өлексе арық, жыныс мүшелерінің терісінде ақ дақтар байқалады, кілеге қабықтары бозарған, барлық жыныс мүшелерінде ісіктер, жаралар көрінеді. Сөл бездері көк бауыры үлкейген, сан мен сирақтарының бұлшық еттері семіп қалған болады. Қалай анықтаймыз ауруды? Яғни
комплексті жалпылама түрде қойылады. Осы ретте эпизотологиялық деректерге, ауру белгілеріне, патанатомиялық өзгерістерге ескеріп қойылады. Нақты диагнозды зертханалық әдістерге жүгінеміз. Микроскопиялық әдіс және серологиялық әдістерді жүргіземіз. Микроскопиялық әдістерде жыныс мүшелерінің кілеге қабықтарынан қырынды алып, жағынды жасаймыз. Содан кейін Романовский гимза әдісімен бояймыз. Трипаносомалар табылса, яғни кейінгі екені анықталады. Серологиялық әдісте комплементті байланыстар реакциясын жүргіземіз. Иммундық, флуоресценттік реакцияны қоямыз. Конглютентті комплекстерді байланыстыру реакцияларын қоямыз. Жылқы комплементтің байланыстыру реакциясын да қолданамыз. Сақтандыру шараларында бірен-саран ауырған малдарды, яғни сойып етке өткізеді. Сау және ауруға күдікті айғырларды шағылыстыру алдында азидинні 10 мг килограмм салмаққа есептеп салынады. Ауруға күдікті биелерге азидин препараттарын, яғни салмағына есептеп саламыз. Азидинді еккеннен кейін малдарға 5-6 ай өткенде қайтадан тексеріп, екінші қайтара салуға болады. Емдеу кезінде азидиннің мөлшерін 5 мг салмағына есептеп, 7% ерітіндіні бұлшық етке бір рет егіледі. Немесе 3,5 мг салмағына 2 рет, арасына 1 тәулік үзіліс жасап бұлшық етке салынады. Яғни наганинді физиологиялық ерітіндіге араластырып, күре тамырға жібереміз. Азидин мен наганиннің қоспасын 15 мг килограмм салмаққа есептеп, тер астына салынады. Азидин наганин қоспасы жылқыларда ауру қоздырғыш